Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай 5-ақ минутта дайын болатын пицца дайындайтын боламыз. Қараңыздар, өте жұмсақ, дәмі өте керемет, тез әрі дәмді болып шығатын пицца. Ол үшін мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: бір жұмыртқа, осындай 20% қаймақ, 5 ас қасықтан саласыздар. Одан кейін ұннан саламыз 5 ас қасық. Барлық салмаларымен алдын ала дайындап алдым. Салмаларын өз қалауларыңызбен жасай берсеңіздер болады. Жақсылап осылай араластырамыз. Осындай қамыр тектес теста болады. Енді қатты сұйық болып кетпесін. Енді қызып тұрған тапамызға кішкене майлап жіберіп, осы тестамызды саламыз. Жан-жағына жайып, осылай 5 минутқа қойып қоямыз. Крышкасын жауып, 5 минуттан кейін осылай болып піседі. Асты піскен соң екінші бетін ауыстырып аламыз. Қараңыздар, осылай. Сосын жаңа кетчубымызды, осындай колбасамыз барлығын турап, перец, помидорымызды соңында осындай сырымызды сеуіп шығамыз да, бір 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минутта дайын болды. Қараңыздар, өте дәмді, тез әрі ерекше болып шығатын пицца. Дәл менің рецептіммен дайындап көрсеңіздер, сіздердің пиццаларыңыз өте керемет, сәтті шығатын болады. Үнемі мен балаларыма, отбасыма жасап беремін. Осы дәл менікіндей жасап көрсеңіздер болады. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп подписацияны басып, жанында қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта осындай қолжетімді рецепттерді мен каналымнан көре аласыздар. Сондықтан тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер қалай пісіресіздер пиццаны, дәл осы рецептпен, қолжетімді заттармен жасап көрсеңіздер болады. Ал енді өзімде жеп үлгеріп жатырмын. Мына жерде пицца енді дәмі деген өте керемет болып шықты, сөз жоқ. Сіздерге де кеңес берем, жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді міндетті түрде ұмытып кетпеңіздер. Барлықтарыңызға видеоның соңына шейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет.